Армысыз қазақ халқы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз сөзді сүйектен өткізе білу. Яғни бұл тақырыпта біз ата жолы биоэнергетика және медициналық тұрғыдан түсіндіру болып өтеді. Сөз сүйектен өтеді дейді. Қазақтың бұл терең тектік тәмсіл болып табылады. Бұл нақыл тек бейнелі емес, ғылыми, энергетикалық және тектік астары бар ақиқат болып табылады. Сөз дегеніміз бұл тербеліс, яғни сүйек рухани ақпараттың қоймасы болып табылады. Бұл презентацияда ата жолы ілімі генетика, эпигенетика және биоэнергетика тұрғысынан толық түсіндірілетін болады. Сөздің тербелісі мен сүйек жүйесін қарастырайық. Сөз бұл ауадағы акустикалық тербеліс қана емес, биоақпараттық код болып табылады. Сүйек терең бейөрістік жады, рухани дәйек сақтаушысы болып табылады. Қазақта мынандай сөз бар: сүйекке сіңген қасиет, яғни ол генетикалық әрі рухани жазба болып табылады. Қазіргі ғылымда остеоциттер, яғни бұлар дыбыс пен қысымды биохимиялық сигналға айналдырады. Енді осы остеоцит деген ұғымға шамалы тоқталатын болсақ, остеоциттер бұл сүйек ішіндегі арнайы жасушалар. Олар каналикул атты жүйе арқылы, яғни байланысып, сыртқы тербелісті сезінеді. Бұл құбылыс механотрансдукция деп аталады, яғни дыбыс, қысым, қозғалыс сияқты механикалық толқындарды биохимиялық белгіге айналдырады. Адам сөйлегенде сөз тек дыбыс емес, механикалық тербеліс ол сүйек арқылы денеге таралады. Сондықтан жақсы сөз, ән, тілек, зікір тыңдау сүйектегі остеоциттерге әсер етіп, ағзадағы рухани биохимиялық реакцияны бастайды. Сондықтан қазақ даналығы сөз қуаты туралы, яғни жақсы сөз жарым ырыс дейді, сөз сүйектен өтеді дейді. Қарғыс сөз сүйектен өтіп ұрпаққа жетеді дейді. Сөздің тербелісі рухани код. Бұлар дұға, яғни тілек, бата, зікір тек естілмейді, бұл қабылданады. Сүйек арқылы бұл тербеліс тектік санаға, яғни бұйрық береді. Сондықтан сөз нәсілдік жадыға әсер ететін ақпараттық қуат болып табылады. Яғни ата жолы ілім бойынша бұл сүйекте жанның мөрі тұрады. Жеті аты сүйек арқылы беріледі. Сөз, дұға, бата, қарғыс сүйекке жазылады. Рухани шипа немесе қарғыстың әсері сүйек арқылы санаға бұйрық болады. Жын, нәпсі, аруақтық жүйеде осы сүйек өрісіне жалғанады. Яғни адам бойындағы теріс пиғылдар, күнәлардың бәрі сүйекке келіп жиналады. Медициналық негізін талдайтын болсақ, осы остеоциттер сүйектегі негізгі жасушалар, олар дыбысқа ғана жауап береді, жаңа жоғарыда айтқандай. Сүйек арқылы дыбысты қабылдау ғылыми дәлелденген құбылыс болып табылады. Дыбыс сүйекке еніп, жүйке жүйесіне әсер етеді. Бұл сөздің санаға терең енуінің физиологиялық жолы болып табылады. Эпигенетика және сөз. Сөз генге бұйрық береді, бірақ тек жоғарғы жиіліктегі сөздер, яғни ақ, тілек пен бата. Бұл жерде эпигенетика деген терминге тоқталатын болсақ, өздеріңіз білетіндей, яғни генетика бұл ата-анадан берілетін ДНК коды болса, эпигенетика сол кодтың қалай қосылып, қалай сөнетінін басқаратын жүйе болып табылады. Яғни ДНК мәтін, ал эпигенетика оны оқуға немесе жасыруға бұйрық беретін қалам мен өшіргіш сияқты. Бұл бұйрық не нәрседен беріледі? Яғни ол сөзден, ойдан, эмоциядан, қоршаған ортаның тербелісінен беріледі. Теріс сөз бұл генді сөндіреді, күйзеліс шақырады. Тектік ДНК сыртқы тербелістерге сөз сезім арқылы реакция береді. Сүйек бұл ақпаратты ұзақ сақтап, ұрық жүйесіне әсер етеді. Жаңа айтып кеткенде, яғни сөз бұл сүйекке әсер етіп,
оның өз бойында сақтап, яғни ары қарай ұрыққа әсер етеді дейді. Енді ары қарай осы бел қуаты мен рухани тектілік туралы қозғайық. Егер азаматтың дейді белі таза, ұрығы қуатты болмаса, онда әйел затының сүйегіне сөз өтіп тазармайды дейді. Бұл жерде белдің тазалы деген сөзге тоқталатын болсақ, бұл ұғым тек физиологиялық тазалық емес, сонымен қатар осы екі адам арасындағы жауапкершілікті, шариғат пен дәстүрге сай отбасы құру, ауыздың, көздің, ойдың нәпсіден тазаруы, ар намысты сақтай отырып, осы әйел адамға деген, әйеліне деген құрметпен қарау. Егер ер адамның бел қуаты таза, ұрығы қуатты болмаса, онда әйел затының сөзбен тазарып, яғни бәйбішелік мәртебе көтерілуде мүмкін емес екен. Ұрық сөзбен үндескен сүйіктік кодтың көрінісі болып тұрады. Оны Шәкәрім атамыз былай деп айтып кеткен екен: атаның шауқатының көп қой мәні деп өйстіп нықтап айтып кеткен. Қазіргі қоғамда текті ұрпақ өмірге келу үшін барлық алғышарттар бұзылған. Оған көбінесе әйелдердің де өзі себепші. Әсіресе рухани белсенді, сырттай инабатты көрінгенмен, ішкі ділін таза ұстай алмаған әйелдер тектілік жүйеге зиян келтіруде. Олар тектілікпен ұштасқан ерлік қуатты қабылдауға дайын болмайды. Бұған, яғни перлік жүйе мен жындылыққа қызмет етуде бір жағынан кедергі болып жатыр. Қай заманда да рухани өрістің ең нәзік дініне шабуыл жасайтын бұл перлік жүйе болып табылады. Ал бүгінде бұл жүйе діни және білімді деп саналатын ортада жындылыққа қызмет ету түрінде белең алатқан жайы бар. Олар ақиқатты көлегейлеп, жалған пәтуа мен дәлелдер арқылы халықтың рухани ояуына қарсы тұратын шоғыр болып табылып жатыр. Ақиқат сүйектен басталады дейді. Сүйектегі жазу тектік мөрі. Осы сөз арқылы сүйек тазартылмаса, ұрпақтар ар тазалығы болмайды екен. Ұрық қуаты дегеніміз не? Осы бел ұрықтың тек сандық емес, сапалық қуаты туралы. Генетикалық ақпараттың тазалығы, жыныстық қуаттың үйлесу мен беріктігі, баталған текті ұрық таза ұрпақтың негізі. Эпигенетикалық тұрғыдан ер адамның өмір салты мен тағзымы ұрықтың энергиясына, ұрықтың қуатына әсер етеді екен. Әйел сүйегіне сөздің өтпеуі деген не дейді? Әйелдің тәні мен сүйек жадында еркектен берілетін код болады. Ер адамның ұрығы әлсіз, тегі бұзылған болса, әйелдің сана күйі де әлсірейді екен. Бұндай жағдайда нағыз сөз, бата, рухани бағыт әйелге жүректен сүйекке өтпейді. Яғни ақпарат қабылдамайды деген сөз. Бұл жерде осы сөз сүйекте жиналған нәпсіні, теріс пиғылдар мен күнәларды тазарту тек қана бізде осы ата жолында қолданып жатқан емнің бірі қамшы емі. Қамшы емі осы сүйек, өріс, сана тазартушы құрал болып табылады. Әйел, сөз және сүйек дейді. Осы үшеуінің, үш мағынаның байланысын енді ары қарай көрейік. Әйелдің сөзі ұрпақтың тектік коды болып табылады. Киімсіздік, яғни бұл жерде тағы да зейнет киімге тоқталамыз. Киімсіздік өрісті ашады, сөзден қуат кетеді, яғни жалаңаш тәні, жалаңаштаған әйелдің бойында қуат болмайды, сөзінің қуаты болмайды. Ұят, киім, тұнық, ниет, сөздің сүйекке өтуінің бұл алғы шарттары болып табылады. Бұл жерде тағы да бәйбіше сөзі деген бар, яғни бәйбішелікке жеткенде оның сөзі келін, немере, күйеу баланың сүйегіне өтеді, яғни оның бойында, бәйбішенің бойында қуат болады сөзінің. Бәйбішелік деңгейде сары бәйбішелікке жеткен деген сөз, бұл үлкен кісілердің, яғни әйел адамның жерден емес, яғни арға етекке тоқтайды. Сол кезде бұл кісілердің бойына нұрды көктен жинайды.
сол кезде бойындағы нұр көктен жиналып, бойындағы зейнет киіммен қорғалып, ол кісілердің бойында яғни сөзінде қуат бола бастайды. Сол қуаты үйіндегі өзінің қуат алмасу арқылы, қазір ата жолында қуат алмасу дейді, қуат алмасу арқылы үйіндегі қоршаған ортадағы адамдармен қатынас кезінде оның сөзі осы келін немере күйеу баланың сүйегіне өтеді. Сондықтан таза әйелдің сөзі ұрық пен тектің шипасы болып табылады. Еркек пен сөздің сүйекке енуі деді. Ер армен тазарады, сөзімен емес, амалымен сүйекке әсер етеді. Ердің сүйегі жауапкершілік, тектік, жады тасымалдаушы болып табылады. Таза ұрық таза сөзбен, таза ақылдан туады. Нәпсіні жеңген ер сөзімен емес, үнсіздігімен сүйекке сөз сүреді. Ары қарай енді осы қан түзілу процесін қарастырайық. Сүйектегі бұл қан түзілу процесі медицинада гемопоэз деп аталады. Яғни сүйек кемігінде гемопоэз ошағы. Адам сүйегінің ішінде қызыл сүйек кемігі орналасқан. Бұл жерде эритроцит, лейкоцит және тромбоцит түзіледі. Бұлар қанның негізгі жасушалары болып табылады. Яғни сүйек осы ақпараттық және биологиялық осы жаратушымыздың яғни фабрикасы дейді, түзілетін жері осы сүйек болып табылады. Сүйек кемігі жүйке және гормонмен тығыз байланысты. Жүйке импульстары, стресс, осы яғни ашушаңдық, сөз, ән, тілек сияқты сыртқы ақпараттар сүйекке жетіп, қан құрамына биохимиялық өзгеріс енгізеді. Бұл эпигенетикалық кодтардың іске қосылу жолы болып табылады. Шілік майында қан жасушасы, дің жасушалар орталық болып табылады. Ересек адамда бұл процесс негізден қабырға, омыртқа, жамбас, төс сүйектерінде жүреді. Енді бұл қанның, яғни түзілу өзінің шарттары бар. Қан түзілу үшін біздің денеміздің температурасы қалыпты болу керек, яғни 36-37 градуста. Бұл 36-37 градус ұстап тұру үшін тағы да біз осы киім мәселесіне ораламыз. Адам қазақ неге жылы киінген, қыста да жылы киінген бір қалыпты, яғни қысы жазы бір қалыпты, өзінің денесін бір температурада бір қалыпты ұстауға тырысқан. Өйткені осы қалыпты температурада ғана бізде сүйек ішінде осы қан түзілетін болған. Дененің орташа температурасы 36-37 градус болуы ферменттердің белсенділігін арттырады. Төмен температурада қан түзілу баяулайды, қан аздығы дамиды. Тону бұл сүйек кемігінің қызметіне теріс әсер етеді. Қазақ даналығы және физиологиясы. Қызу қанды жігіт дейді, бұл қан айналымның белсенділігін сипаттайды. Суырып салма, рухани қуаты бар адам сүйекке өткен сөз иесі. Ақындар бар, ол суырып салма ақындық дейді. Жылы киім кию, белді, тізе мен арқа жылылығын сақтау, сүйекке салмақ түсірмеудің амалы болып табылады. Бұл жерде ең басты қан жанның тасымалдаушы деп қаралған. Қан жанның рухани көрінісі. Қан тек биологиялық сұйықтық емес, рухани қуаттың көрінісі болып табылады. Қан тазалығы, ой тазалығы, тән жылылығы бұл жан тыныштық болып табылады. Сөз сүйекке жетсе, қанға әсер етеді. Жанның оты сөне бастағанда қан айналым баяулайды екен. Осы жерді қорытындыласақ, сүйек қан жасалатын рухани әрі биологиялық зертхана деп айтауға да болады. 36-37 градуста температура қан түзілу негізгі шарты. Жылылық дене ғана емес, рухани тұрақтылықтың да негізі болып табылады. Қазақ дәстүрінде бұл киім қозғалыс сөзбен теңгерілген. Сөз сүйек арқылы сана мен тағдырға жазылады. Бұл тек метафора емес, биофизикалық рухани тектік шындық болып табылады. Әйелдің сөзі
махаббат пен нұр арқылы ердің амалы мен ар мен ақыл арқылы сүйекке жетеді. Сөздің тектік деңгейге жету үшін өрістің, киімнің, ұяттың, ақылдың тазалығы керек. Бұл ұлтты сақтайтын ілім болып табылады. Енді неліктен әйел осы сөзді сүйектен өткізу керек деген тақырыпты қорытындылай келгенде, оның себебі мысалы сүйек арқылы қан түзіледі. Яғни қан арқылы әйел ұрықты қабылдайды, нәресте өсіреді. Егер сүйекке сөз өтпесе, ана кодта жабық күйінде қалады. Әйел сезім өрісіне тәуелді болып келеді. Әйелдің миы еркекке қарағанда сезімдік, яғни эмоциялық, дыбыстық деңгейде қабылдайды. Сондықтан ол сөзбен тербеліп тазарады. Әйелдің қаны сөзге сезімтал. Әйелдің гормондық жүйесі эстроген мен окситоцин жылы сөздерге сенімді тербелістерге жауап береді. Сүйек арқылы бұл биохимия іске қосылады. Бұл жерде тағы да бір екінші жағы сөзді сүйектен өткізе білу. Бұл сөз сүйектен өтсе ғана ұят тіріледі, яғни ұятпен де бір байланысы бар. Ұят бұл тек мораль емес, бұл жүректегі жарықтың сүйекке түсіп, ішкі қуаттарды жыныстық және рухани шектеумен басқару қабілеті. Сөз сүйектен өтпесе, әйелдің жыныстық өрісі нәпсіге тәуелді болады. Ал сүйекке өткен сөз ұятты тірілтіп, нәпсіні басқарады. Сөз сүйектен өтеді. Бұл қазақтың энергетикалық код жайлы даналығы. Қазақта мынандай жұмақ ананың табанының астында, бұл әйелдің сүйегіне дейінгі рухани тазалық өтпейінше жұмақ есігі ашылмайды деген ұғым да бар. Құранда әйелдер егістік деген, яғни бұл сөз тұқым, сүйек, топырақ болып деп айтылған. Егер топырақ деген, яғни әйелдің сүйек қуаты сөзді қабылдамаса, егін шықпайды деген мағынаны меңзеп отыр. Ақырай, қазақта ат ататып сүйекке таңба салдыру деген ұғым бар. Бұл тектік кодтың бұзылуы және рухани жазалау жүйесіне пара-пар. Яғни бұның ғылыми физиолог негіздеріне жаңа жоғарыда айтып кеткенде барлық негіздер болып табылады. Ат атату және рухани сот. Бұл жерде сүйекте жанның мөрі тұрады. Жеті ата осы сүйекпен жалғанады. Сөз сүйектен өтеді, аруақ сүйек арқылы естіледі. Құранда да мынандай аят бар. Ясиннің 12-ші аятында шын мәнінде өлілерді тірілтеміз, әрі олардың істерін және арттарында қалдырған іздерін жазамыз. Біз барлық нәрсені айқын кітапта санап, тізіп қойғанбыз дейді. Мұндағы істерін және арттарында қалдырған іздерін жазамыз деген аят адамның әрекеті мен сөзі тіпті сүйегіне дейін жазылады деген рухани биологиялық түсініктеме дәлел. Бұл сүйекке түсетін рухани жазба ұғымын қолдайды. Сүйекке таңба қалай түседі? Бұл жерде қарғыс, киіз, теріс тербеліс сүйекке енеді. Аруақ қарғыс еді, яғни аруақ теріс айналып дейді, тектік қуаты блоктайды. Ой қуаты сөз емес, рухани пәрмен. Бұл жерде де кальций, яғни жетіспеушілік, теріс биоөрісті сақтайтын жазба болып табылады. Рухани генетикалық салдары. Жол жабылады, ұрпақ азады, бұл жерде аурулар пайда болады. Аянмен көрмейді, дұға өтпейді. Эпигенетика, эмоция, ұят, ДНК-да метилдік блок тудырады. Қазіргі ғылыммен үндестігі. Ат атату, эпигенетикалық мутация. Таңбатсу, гистон, ДНК модификация. Қаралық, яғни оксидация, стресс, сүйек тінінің бұзылуы. Аруақ үзілуі, ми өрісінің әлсіреу, интуицияның өші болып табылады. Осы қорытындылай келе, ат ататып сүйекке таңба салу генетикалық, энергетикалық және рухани бұғат жүйесі болып табылады.
бұл адамның тектік жалғануын, рухани ДНК-сын тоқтататын ауыр үкім. Сөзден сақтану, сүйекті қорғау, ардан айнымау, ұрпақты сақтау. Ең маңызды осы қорытынды болып табылады.